қажет еткізеді. Бұл менің жолым, менің таңдауым. Sunlight Show. Сәлем, сай. Походу, бізге келген сияқты ғой, Марк. Сен де тренерсің ба? Ну да. Дерзкий ғой. Мына бөлме бос па? Иә. Онда осы бөлме менікі болады. Серьезно? Сәлем, менің есімім Мейір. 12 жасымнан бері рэпке қызығушылығым басталды. Оған себепкер болған менің әкем. Ол армандаған мен рэпер болсын деп. Сөйтіп 14 жасымда прям кіріскендей болдым рэпке. Жеке орындаушы келбетінде шимақтап жүрдім. Бірақ жалғыз өзім бұл ұшқышты жандыра алмадым. Талпындым, тырыстым, бірақ таңғалдыруға мүмкіндік болмады. Lion Pride'қа келдім, бұл жерде маған мүмкіндік берді. Енді соңына дейін баруға дайынмын. Бұл әлі бастама деп есептеймін. Сай? Айырма, соған әңгіме айту керек еді. Иә, мен де жаңа айтайын дегенмін саған. Давай кеттік әңгіме тартып сөйтейік. Можно? Қай жақтікі боласың? Қызылорда. Ішесің ба? Сен өзің жалпы немен айналысасың? Рэппен. Жасың қаншада? Жігіттер басым ауырып тұрады. Кейін сөйлесеміз, ә? Егерді көрген кезде тұйық үндемейтін сондай бала болып көрінді. Кейіннен өзінше екен бай көрдім. Онша адамдарды жақтыра бермейді сондай. Егер бірінші көргенде өте тұйық, жабық болып көрінді, мен үшін жабық сандықтай болды, құлтаулы сандықтай. Иә, өте тұйық бала. Марк пен Сай бөлмеге кірген болатын, кішкене әңгімеге тартып. Мен жақтан дұрыс болмады. Өткені мен жолдан шаршап келіп, сөйтіп көңіл күйім болмады бір жақтан. Әлі талай әңгімелесеміз. Марк пен Сай жайлы айтатын болсам, жақсы жігіттер секілді. Вау.
домашний студия секілді. Дауыс жазатын программа жоқ екен. Орнату керек болды. Керемет. Не істеватсың? Класс жуасың? Не, раковина не жуасың? Душ тұр ғой. Не, потом душ қойсың ғой. Не қойсың? Жоқ, просто басын мына жақта жуалым. Ештеңе керек емес. Кім келген? Білмеймін. Таң атпай кім келді? Білмеймін. Я Тач. Очень приятно. Менің атым Шек. Ой, Сай. Тач. А менікі Марк. А неғып жүрсің? Сен де тренерсің ба? А Блэкдейл қайда? Так, жігіттер, мен асықпай жайға солайын, сосын шайымызды ішіп әңгімемізді айтамыз. А, жарайды. Сәлем, мен Тачи. Туған жерім Атырау қаласы. 1,5 жылдай Алматы қаласына топта өнер көрсеттім. Қазір Астана қаласында Line Pride Entertainmentқа келдім. Ең бірінші Алматыға келгенде, яғни өнер жолына келгенде, менде көп нәрсеге таңым болды. Музыка менің өмірімдегі басты толқынның бірі болғандай. Жалпы биди тобының ғұмыры өте аз болды. Енді өкінішті әрине, ол кездегі продюсерім Есболат Бейзахан болды. Ол кісі өте жақсы адам, ол кісіден көп тәжірибе алдым. Сол кездегі тобымыз сол продюсерге келместен бұрын өте қиын жағдайда болған. Тамаққа, үйге деген ақшамыз жоқ болатын болды. Бірақ ол кісіге жолықтық, бізді өзінің қармағына алып, біздің барлық жағдайымызды істеп берді. Сосын кей балалар группадан кетті. Содан 3 бала болып қалдық топта. Бірақ топ үлкен күйзеліске түсті, яғни депрессияға. Содан тағы да 2 кетті, мен жалғыз өзім болдым. Сосын өз-өзіме жұмыс жасап бастадым, көптеген ән жазып, сөз жазып, дәлелдегім келді өзім продюсеріме. Бірақ қанша дәлелдесем де ол кісінің маған деген ойы болмаған сияқты менің жұмысым туралы іс-әрекет жасамады. Содан мен кетемін дедім, Ақжол. Жалғыз қалдым, продюсер жоқ, тағы да бір үлкен күйзеліс болды. Не істерімде білген жоқпын. Бірақ та қасымда қолдайтын адамдар әрқашан бар болды. Line Pride Entertainmentқа келген себебім менің мақсаттарым, белестерім орындалған жоқ. Істелген нәрсе аяқталған жоқ. Яғни осы жақта белесіме жетем деген ойдамын. Мына жерде мен білем. Вау. Мен бірге тұрсам болады. Надеюсь, екі түрлі айта алатын бар да? Мен Тачи басына келгенде таң қалдым. Оны басқа, бұның алдында басқа топта болғанын білем. Өте мықты музыкант екенін естіп жүретін, бірақ бізге келеді деп ойламадым. Тачи жайлы айтатын болсам, бірінші рет көріп тұрмын бұл жігітті. Бірақ балдардың айтуынша бұл таланты мол жігіт секілді. Енді уақыт өте оны көреміз.
тачи келгенде оны түсінбей қалдым жалпы. Ол да ондай да адам келе ма деген сияқты болып қалды. Жалпы топта бар, бұрында шыққан, сахналардан көрген жақсы талантты жігіт. Марк, негізінде мен қоңырауды соққанда ең бірінші Марк ашқан ұйқылы болып. Бірақ ол ойлаған сияқты су шәкеліп тұрған боларды. Жаман емес. Сай, жақсы бала, ақ көңіл, мені өзінің бөлмесіне шақырып, одеял тауып береді деген ойдамын. Олар сөйлейді, айта алмайды, бейнеді жасыр қылып. Жамандасан да, жағаласан да, бәрібір келемін бетке күліп. Тырыспа мені құтылып, жоқтың барды, жасайтын бар адам тағы да бір қадам аттанып, қайтадан ақтарып жайтыба, мен әлі ойлама мүлдем. Жоқ, ойлама, өзіңдей талайын көрдім, себебі бастадым бұл ойды бұрынан. Аяқтаймын сонына дейін, жолым болса да тым қиын, себепке қарамай деңгейді жасырмай қоямын тосқауға. Тим, не біледі олар, қалтасын қалынды бағалаған, қайда сол таланттылар, толтырды ма тесік қалтаны, қайдағы айдағы жұлдызбен санасқан іздеген пайданы біле білсін, сынаққа өтіге дайынмын, деңгейді жасып қалғандар, не біледі олар, қалтасын қалқып толтырғандар, олар таза, судан таза, қанатын жайып көкте қалақтап, бізде жоқ стап, өндерді ластап, қайтадан астап, тоқтасы рестарт, present new stuff, you know me достай, қажет пен тастап, таңдауын дұрыста, хайпым жетелемейді, хайпызы көзілмейді, өздері түсінбейді, біздерге көлемде жарығы білінбейді, Q-pop дегеннен басқа мен білмейді, әдемі болсам қыз текке дейді, әдемі болмасам бетке тенейді, бұл типикал кезет, таңғылаты уақыт өтті дейді. Рахмет. Түсінген бойынша рэп оқисың да? Да. Эйрдің рэпін естігенде өзінде қалыптасқан өзінің оқуы бар, жақсы тембрі бар, өзінің айтатын ойы бар, маған стилі ұнады. Мен Эйрдің рэп оқыған естігенде қатты таңғалдым. Мен білмеймін, сөйтіп рэп оқитын, мықты оқиды екен рэпті. Және текстің мағынасы да мықты болды. Мен бұрындары бұндай рэпердің көз көрмедім өзім. Эйр өте тұйық болғанымен өте талантты жігіт екен. Соны байқадым, рэп оқыған көрдік, бәріміз өте талантты, ойы, бәрі мағыналы сөздері күшті. Ұнады рэпі. The way that Gucci looking at you amazing, but nothing can compare to way that naked. Now I'm back within some and you got you faded. You see you the one for me, I need to face it. Мен де гитара тартып аламын негізі. Бірақ интернеттен үйренгенім, сен сияқты тарта алмаймын, сені үйренетін көп сияқты. Үйретемін. Бұл жерде кім рэп оқи алады? Мен оқимын. Жоқ. Жалғыз мен ғана сияқты бар. Жалпы қалай ойлайсыңдар, топта қанша бала болады? Мен естігем 6-7 адам болады деп естігем. Ауыр қашан келеді екен? Лучше жігіттерді алайықшы, біздер тамақ пісіретіндерді, үй жинастыратындарға кезекшілік жасайық.